Құрметті ата-аналар, жаз мезгілі басталғалы балалардың суға кетуі жиілеп кетті. Көптеген жағдайда балалар жабдықталмаған, суға шомылуға тыйым салынған жерлерде қаза болуда. Судағы қауіпсіздіктің сақталмауының салдарынан жыл басынан бері 35 баладан айырылдық. Балалардың құқықтарын қорғау комитеті перзенттеріміздің болашағы үшін сақтық шараларын ұмытпауларыңызды сұрайды. Атап айтқанда, балаларыңыздың су айдындарына жалғыз бармауларын қадағалаңыз. Жағажайларда және су қоймаларында қараусыз қалдырмаңыз. Кәсіби құтқарушылар кезекшілік ететін, арнайы жабдықталған және күзетілетін жағажайларда ғана шомылыңыз. Су айдынында немесе бассейнде балалардың құтқару кеудешелерімен шомылуын, басқа да жүзу құралдарын пайдалануын қамтамасыз етіңіз. Балаларға бейтаныс жерлерде шомылудың, биіктен суға секірудің, тереңге бойлаудың және күшті ағыстардың өте қауіпті екендігін түсіндіріңіз. Бастысы, балаңыздың бойында жүзу дағдыларын қалыптастырып, алғашқы жәрдем көрсету ережелерімен таныстырыңыз. Бұл дағдылардың балалардың өз өмірлерін ғана емес, төтенше жағдай кезінде басқа жанның да өмірін сақтап қалуы әбден мүмкін. Құрметті ата-аналар, кез келген қайғының алдын алуда сіздің жауапкершілігіңіз, балалардың қауіпсіздігіне қамқорлығыңыз бен көңіл бөлуіңіз шешуші рөл атқарады. Әр баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етейік.